Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Менің асханама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге үй жағдайында қолдан ашытылған аштықыдан рогаликиді қалай тез және оңай дайындауға болатынын көрсететін боламын. Мінекей үлпілдеген, жұмсақ рогаликтеріміз. Істеп көріңіздер. Үй жағдайында өте дәмді. Егер де ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, мені қолдап қойыңыздар. Мінекей менің ыдысымда алдын ала жылы су құйып қойдым. Енді үстіне үй жағдайында жасалған аштығымды салып жатырмын. Оның үстіне шекер саламыз. Құм шекер. Одан кейін шай қасықпен тұз саламыз. Осының барлығын жақсылап тұрып, тұзы шекері ерігенше араластырамыз. Енді үстіне ұн саламыз. Ұнды бір келкі алып илеп болғаннан кейін қатты қылып илемеу керек, жұмсақ, қолға жабысатындай болу керек. Мінекей мен илеп болдым. Қолға жабысатындай болып тұр. Енді бұл илеген қамырымызды 30 минутқа қойып қоямыз, көтерілгенше күтеміз. Жарты сағатымыз өтті, әдемі болып көтерілді. Енді жақсылап жайып, ұшпырышты қылып кесеміз. Мінекей жақсылап жайып алдым. Мен үй жағдайында көбінесе варенка қолданамын. Сіздер өздеріңіз білесіздер. Ішіне қандай салма салсаңыздар да. Пюре салуға болады, шоколад салуға болады. Енді әдемілеп кесіп, ұшпырышты қылып, варенкамызды салып шығамыз. Мен барлығына салып шықтым. Енді жақсылап айналдырамыз, жан-жақтарын жабыстырамыз. Қазір піскен жағдайда жан-жағына шығып, ағып кетпес үшін. Мінекей бәрін болдық. Енді осы қамырымызды жалпы 15 минутке қойып қоямыз көтерілу үшін. Пешке салмас бұрын пешімізді